Леуліктер 25-ші тарау. Жаратқан ие Синай тауында Мұсаға тіл қатып былай деді. Израиль халқына мынаны айт. Мен сендерге бергелі тұрған елге еніп, емденгеннен кейін оның жері де жаратқан иенің тағайындаған демалысын ұстанып, әрбір 7-ші жылы тынығуы керек. 6 жыл бойы егістігіңе егін егіп, жүзімдігіңнің сабақтарын кесіп, өнімін жинаңдар. Бірақ 7-ші жылы жер тынықсын. Ол жаратқан иеге арналған тынығу жылы. Сол жылы егістіктеріңе еш нәрсе егуші болмаңдар. Жүзімдіктеріңнің сабақтарын кеспеңдер. Өздігінен өсіп шыққан өнімді қоймаларыңа жинамаңдар. Сабақтары кесілмеген жүзімдіктеріңнің жүзім шоқтарында жинаушы болмаңдар. Бұл жердің тынығатын жылы болсын. Тынығу жылы өздігінен өсіп шыққан жер өнімі бәрің үшін, өздерің, қызметшілерің, жалшыларың және араларында тұрып жатқан жат жұрттықтар үшін де тамақ болады. Малдарың да, елдегі жабайы аңдар да одан жей алады. Жерден өсіп шыққанның бәрі де азық болады. 7 рет 7 жылдан, яғни 7 тынығу жылын санап шығыңдар. Сонда жалпы саны 49 жыл болады. Сол 49-шы жылдың 7-ші айының 10-шы күні керней тартыңдар. Осы күні, демек, халықты күнәларының арамдығынан тазарылу күні, бүкіл ел көлемінде керней тартыңдар. 50-ші жылды Құдайға ерекше бағышталған деп қастерлеңдер. Сонда елдің барлық тұрғындарына бостандық жариялаңдар. Бұл жыл сендерге арналған мереке жылы. Әрқайсыларың өз руларыңа, ата-бабаларыңнан қалған мұралық жерлеріңе қайтып келіп, оны емденіңдер. 50-ші жыл сендерге арналған мереке жылы болады. Сендер екпеңдер де, өздігінен өсіп шыққан өнімді қоймаларыңа жинамаңдар да. Сабақтары кесілмеген жүзімдіктеріңнің жүзім шоқтарында жинамаңдар. Себебі бұл мереке жылы. Сендер оны жаратқан иеге ерекше бағышталған деп қастерлеңдер. Тек егістіктен өздігінен өсіп шыққан өніммен ғана тамақтаныңдар. Осындай мереке жылында әрқайсыларың ата-бабаларыңнан қалған мұралық жерлеріңе қайтып келіп, оны емденіңдер. Егер жеріңді бір ұлттасыңа сататын немесе одан сатып алатын болсаң, қулық сұмдық жасаушы болма. Жерді сатып алғанда, оның құнын соңғы мереке жылынан бері өткен жылдардың санына сай белгілеңдер. Сатушы келесі мереке жылына дейін қалған өнім жинайтын жылдардың санына сәйкес бағасын анықтасын. Егер келесі мереке жылына дейін әлі көп жыл қалған болса, жердің бағасы қымбаттау болсын. Ал егер аз ғана жыл қалған болса, бағасы арзандау болсын. Себебі сатылып жатқан жердің өзі емес, тек одан белгілі жылдар бойы жиналатын өнім ғана. Бір-біріңе қулық сұмдық жасаушы болмаңдар. Құдайларыңды терең қастерлеңдер. Мен сендердің құдайларың жаратқан иемін. Менің ережелерім мен шешімдерімді сақтап орындаңдар. Сонда елде аман-есен тұратын боласыңдар. Жер өнімін беріп, сендер тамақты тоя жеп, аман-есен тұрмыс кешесіңдер. Ал сендер 7-ші жылы егін егуге де, жинауға да болмағанда, күнімізді қалай көреміз, деп сұрарсыңдар. Онда айтарым мынау. 6-ші жылы егіндіктеріңді молынан жарылқаймын. Сонда сол жылы шыққан өнімнің өзі 3 жылға жететіндей ағыл-тегіл болады. 8-ші жылы егін еге бастаған кездеріңде әлі де 6-ші жылдың өнімімен күн көріп, 9-ші жылдың өнімі жиналып жатқан кезге дейін соны тамақ ететін боласыңдар. Естеріңнен шығармаңдар, жерді мүлдем қайтарылмайтындай етіп бір жолы сатып жіберуге болмайды. Себебі елдің жері менікі, ал өздерің менің қасымда қоныстанушы жат жұрттық кірмеспеттісіңдер. Өздеріңе тиген бүкіл ел бойынша сатылып кеткен жерлерді
қайта сатып алуға жағдай жасауларың керек. Егер ұлттастарыңның бірі кедейленіп, өз жерінің бір бөлігін сатып жіберсе, сол кісінің ең жақын туысқаны сатылған жерді қайта сатып алуы керек. Ал егер адамның мұндай туысқаны болмаса, бірақ өз әл-ауқаты көтеріліп, сол жерді өзі сатып алуға жеткілікті қаржы тапса, онда сол жердің сатылып кеткен кезінен бері өткен жылдарды санап, жердің қалған құнын анықтасын. Бұрынғы иесі жерін сатып алған адамға оның қалған құнын төлеп бергеннен кейін ғана өзінің жерін қайтадан иемден алады. Ал егер ол жерін қайтарып алуға қаражат таба алмаса, сатып жіберген жері жаңа иесінің қарамағында келесі мереке жылына дейін қала береді. Сол жыл жеткенде сатылған жердің бұрынғы иесі оған қайтып келіп иемденеді. Ал егер біреу бекітілген қала ішіндегі үйін сатса, оны содан кейінгі жылдың аяғына дейін қайта сатып алуына болады. Сол мерзімнің ішінде ол сатып жіберген үйінің құнын өтеп, оны қайтарып алуға құқықты. Ал егер ол сатып жіберген үйін содан кейінгі толық бір жылдың ішінде қайта сатып алмаса, онда үй жаңа иесінің және оның ұрпақтарының тұрақты меншігіне бір жола ауысады. Мереке жылыда ол үй бұрынғы иесіне қайтарылмайды. Ал бекініссіз ауылдық жердегі үйлерге егістік жер іспетті қарау керек. Соларды қайта сатып алу құқығы сақталады. Келесі мереке жылында сол үй алғашқы иесіне қайтарылады. Ал леуліктерге келсек, олар өздеріне бөлінген қалалардағы үйлерін қайта сатып алуға әрқашан құқықты болады. Сонымен, егер леуліктердің біреуі өздеріне тиісті қалалардың біріндегі үйін сатып жіберсе, оны өзінің немесе басқа бір леуліктен қайтарып алуына болады. Әйтпесе үйі мереке жылында қайтарылуы керек. Себебі леуліктердің қалаларындағы үйлері өзге израильдіктердің арасындағы олардың мұралық меншіктері. Ал леуліктерге бөлінген қалалардың маңындағы жайылым жерлерді сатуға мүлдем болмайды. Бұлар олардың мәңгілік иеліктері. Егер қасыңдағы израильдік бауырласыңның біреуі кедейленіп, өздігінен күнін көре алмай қалса, оның бұдан кейінде араларыңда бірге тұра беру үшін жат жұрттықпен келімсекке көмектескеніңдей оған да көмектес. Одан орынсыз пайда тауып, өсім алушы да болма. Қайта Құдайды қастерлеп, бауырласыңның бұдан бұлайда араларыңда тұра беруіне жағдай жаса. Оған қарыз бергенде өсім талап етпе. Азық түлікті пайда табу үшін қымбатқа сатпа. Мен сендерге Қанаан елін сыйлап, өз құдайларың болу үшін сендерді Мысыр елінен алып шыққан құдайларың жаратқан иемін. Егер израильдік бауырластарыңның бірі кедейленіп, өзін саған басыбайлы қызметшің болуға сатса, оған құл іспетті ауыр жұмыс істетпе. Оған жалдамалы жұмысшыға немесе еліңде тұрып жатқан жат жұрттыққа қарағандай жақсы қара. Ол саған келесі мереке жылына дейін қызмет етеді. Сол жыл келгенде оның өзіне және бала-шағасына бас бостандығын бер. Ол өз руына, ата-бабаларына бөлінген мұралық жерге қайтып барады. Израильдіктер өзімнің Мысыр елінен алып шыққан қызметшілерім. Оларды құл сияқты сатуға болмайды. Қызметшілеріңе аяусыз, қатал билік жүргізбе. Қайта Құдайыңды терең қастерле. Құл күңдерің айналаларыңдағы өзге халықтардан болсын. Құлдарыңды солардың арасынан сатып ал. Сондай-ақ, құлдарды елдеріңде уақытша тұрып жатқан жат жұрттардан және олардың елдеріңде туған ұрпақтарынан сатып алыңдар. Олар сендердің басыбайлы құлдарыңа айналады. Оларды өмір бойы құл етіп, өзіңнен кейінгі бала-шағаңа мұра етіп қалдыруларыңа да болады. Бірақ бауырлас израильдіктерге аяусыз, қатал билік жүргізбеңдер. Егер өте кедейленген бір израильдік бауырласың
өзін еліңде тұрып байып алған жат жұрттыққа не соның әулетінің бір ұрпағына басыбайлы қызметші болуға сатса, осы Израильдіктің де құнын төлеп, оны босату құқығы сақталып қала береді. Израильдік қызметшінің туысқандарының бірі, ағасы, ағасының баласы, немесе кез келген жақын туысқаны, оның құнын төлеп азат етуге құқықты. Не болмаса, егер жағдайы түзелсе, бұл Израильдіктің өзі де құнын төлеп азат бола алады. Ол өзін сатып алған адаммен бірге, өзінің қызметші болған кезінен бастап, келесі мереке жылына дейінгі қалған жылдарды санасын. Осы жылдар ішінде бір жалдамалы қызметшіге төленетін жалақы осы Израильдіктің босатылуының құны болады. Оның азат болуы үшін осы құн төленсін. Егер мереке жылына дейін әлі көп жыл қалған болса, оның сатылғандағы құнының басым бөлігі төленсін. Ал егер оған дейін аз ғана жыл қалған болса, онда сол жылдардың санына сай құны да аз төленсін. Жат жұрттық қожайыны ондай адамға қызмет еткен жылдарының бәрінде жалшыға қарағандай қарасын. Оның сендердің көз алдарыңда Израильді қызметшісіне аяусыз қатал билік жүргізуіне жол бермеңдер. Егер Израильдік басыбайлы қызметші осы жолмен құнын төлеу арқылы азат етілмесе, мереке жылында оның өзі де, бала-шағасы да бас бостандығына ие болады. Себебі Израильдіктер маған қызмет етеді. Олар өзімнің Мысыр елінен алып шыққан қызметшілерім. Мен сендердің құдайларың жаратқан емін.